Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен крем-чиз намасли рецептісімен бөлісетін боламын. Бұны торттарын сыртын қаптауға, капкейкелерге, сондай-ақ макаронсыздарға қолдануға болады. Ең алдымен ыдысымызға творожный сырымыз бен қант ұнтағымызды салып, 30-40 секундтай миксерлейміз. Сосын бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Бұл сары майымыз қатты ерімеуі қажет. Сосын 1 минуттай жақсылап миксерлейміз. Осымен біздің креміміз дайын. Жасап көріңіздер, торттың сыртын қаптауға қолайлы кремдердің бірі. Барлықтарыңызға ас болсын.